өткенді босату техникасы. Бұл жерде біз санадағы біздің елестер, яғни біздің жадымыздағы сақталған негативті ақпараттардан арыламыз. Бұл үшін бізге музыка қосылады. Сөйте отырып, біз музыкаменен мынау трансты жағдайға еніп, асықпай отырып, ойланып отырып, өзіміздің қандай біздің көптен мазалап жүрген ренішіміз бар, я болмаса кешіре алмай жүрген біздің осы кешірдім десем де, бірақ әр жерден бір жаңағы бойын бір қылтиып шыға береді, жанымды ауыртады, осыдан арыла алмай жүрмін деген өзіміздің тыңдармандарға арналған бұл техниканы ұсынамын. Қазір сіздер бүкіл өздеріңіздің ойыңызды, санаңыздағы ақпаратты позитивті, яғни жақсылыққа аудару үшін зейінімізді өзімізге, яғни ішкі меніме бағыттаймыз. Көзімізді жұмамыз. Мен айтып отырамын, сіздер мені тыңдап отырасыздар. Және бірақ көздеріңізді ашпаңыздар. Менімен бірге жасайсыздар. Терең демаламыз. Бірнеше рет терең демаламыз. Көзімізді ашпаймыз. Және біздің санамызда жаздың күні өздеріңіз білетін шығарсыздар, күннің сәулесімен ойнайтын кезіңіз болушы еді ғой. Кішкентай ғана бір күннің сәулесі көз алдымызға жылтылдап, әдемі болып тұр. Сол сәулеге көзімізді алмай ұзақ қараймыз. Сәуле жылт-жылт етіп, көз алдымызда жарқырап тұр. Міне, сол сәуле біздің мына екі көзіміздің ортасында, яғни мына жер, үшінші көз деп аталады, түйсік. Осы жерімізге келіп тұрғандай сезінеміз. Көзімізді ашпаймыз. Біздің мынау бойымыздағы барлық ақпарат санадағы біздің 8 көзімізде сақталады. Бұл біздің картотекамыз. Естіген болсаңыздар, мынау көп жылдар бұрынғы қайтып кеткен адамдардың беліндегі, яғни 8 көз дейді ғой, осы жер сақталып қалады екен. Яғни ол шіріп те кетпейді, бұзылмайды дейді, 8 сөйге сақталып қалады деген ақпарат бар. Бұл сананың, адамның, өмірден қайтқан адамның қайта сол адам туралы ақпарат алу үшін міне осы жердегі өмір картотекасынан көруге болады дейді. Тіпті Құран-ы Кәрімде де жаңағы бір сондай үзінді бар екен. Ол жерде адам өмірден өткеннен кейін мынау ақыр заман болғанда осы жаңағы өмір картотекасы дейді. Сол арқылы бүкіл санадағы ақпаратты қайта жинайды деген бар. Енді бұл менің естіген әңгімем. Сондықтан да мен сіздерге өзімнің жалпы мынау ғылыми тұрдағы естіген ақпаратымды жеткізейін. Мысал ретінде самолет жарылыс жасаған кезде оның қара жәшігін іздейді. Сол жәшіктегі сақталған ақпарат арқылы қалай жарылысқа ұшырағанын және соның себеп салдарын анықтап жатады. Міне, сол секілді біздің қара жәшігіміз, ол біздің мынау беліміздегі, яғни көпчік деп айтады, 8 көзімізде екен. Міне, енді біз осы музыканы тыңдап отырып, өзіміздің осы ойымызды, зейінімізді осы бел тұсымызға, яғни біздің өмір картотекасы жазылған жерге бағыттаймыз. Осы жақтан біз бойымыздағы барлық дерлік дұрыс емес ақпараттар, яғни ренішіміз, ол жердегі кімге ренжідік, қалай ренжідік,
біз өткен өмірімізге саяхат жасаймыз. Оны кәдімгідей ойлап, көз алдыңыздан елестетіп өткізіңіздер. Кімге ренжідіңіздер? Қандай жағдайда ренжідіңіздер? Кімді кешіре алмай жүрсіздер? Өзіңіздің жасаған қателіктеріңіз, егер өзіңізді кешіре алмай жүрген болсаңыз, барлығын осы көз алдымыздан елестетеміз. Және қазір сіздердің осы бел тұсыңыздағы, яғни көпшік орысша айтқанда, осы жерде жылу пайда болды. Байқап көріңіздер. Жылып, жоғары қарай сіздің омыртқаңызбен бойлап, жоғарыға қарай көтеріліп келе жатыр. Қазір біздің мынау бел тұсымызға жылжып келді. Ол жылу жарық сәуле жоғары қарай көтеріліп, біздің желке тұсымызға келді. Өйткені сол жердегі өмір картотекасындағы қуат көзімізді біз оятып, жоғары қарай көтеріп жатырмыз. Біздің мынау желке тұсымыз, одан кейін қара құс тұсымызға келді. Міне, қара құсымыз, яғни мына желке тұсымыз. Міне, енді біздің осы жарық қуат көзі, энергия біздің басымызда айналып тұр деп елестетіңіздер. Енді біздің мынау үшінші көз деп айттық. Яғни екі көзіміздің ортасы, осы жердегі біздің қуат көзіміз. Осы менен бірікті. Осы жерменен бірігіп үлкен бір қуат көзін айналды. Қазір сол жарық сәуле айналып, біздің мынау көз алдыңызға елестетіңіз өзіңіз. Айнаға қараған кезде сіз өзіңіздің бетіңізді көресіз. Осы мына жердегі екі көздің ортасын елестете отырып, қарап отырып, солдан оңға қарай айналдырасыз. Яғни, солдан оңға қарай айналғанда, сіздің бойыңыздағы, яғни бүкіл өмір картотекасына жазылған негативті ақпараттың барлығы оң ақпаратқа айналып жатыр деп елестетіңіз. Яғни, тазарып жатыр. Қара күш, қара қуаттар кәдімгі жарқыраған күн секілді нұрланып, санаңызға кәдімгі ізгілік шапағаты төгіліп тұрғандай, өзіңізді жап-жарық осы айналаңыздағы нұрдың астында тұрмын деп елестетіңіз. Бойыңыз қуаттанып, көңіліңіз шаттанып, бойыңыз сергіп, жеңілдеп жатырсыздар. Енді осы бел тұсымыздағы жоғары қарай өмір картотекасынан жоғары қарай көтеріліп, екі көзіміздің ортасындағы қуат көзіне мен бірге біріккен осы үлкен қуат көздері қазір бүкіл бойымызға жайылып, төбемізден нұр құйылып жатқандай әдемі әсерде отырмыз. Яғни біздің бүкіл бойымызға нұр құйылып жатыр деп елестетіңіздер. Дәл қазір мысалға сіздермен бірге мен де сол
керемет әсерді сезініп отырмын. Өйткені көзімді жұмсам, жап-жарық, бір ерекше жарық, сондай нұрланған кеңістікте отырғандай өзімді сезініп отырмын. Сіздер де көздеріңізді жұмып, соны сезіне алсаңыздар болады. Дәл қазір айналаңыз жап-жарық, алтын менен кәдімгідей нұр жауын шашып тұрғандай, сондай бір әдемі нұр төгіліп жатыр. Біздің бойымыздағы мынау циркуляция деп аталады, яғни сол жақтан оңға қарай айналып жатқан қуат көзі, ол үлкейген үстіне үлкейіп, үлкен біздің айналамыздағы жарыққа ода үлкен бір өзінің үлесін қосып жатыр. Яғни біздің қуат көзіміз көтеріліп жатыр. Яғни біз қуаттанып жатырмыз. Бойымыз тазарып жатыр. Біздің санамыздағы ескі, яғни дұрыс емес, ренішке толы ақпараттың барлығы қазір жуылып, тек қана таза, нұр секілді, алтын түстес қуат көзіне айналып кетті. Осы қалпымызда 3 минут үндемей, үнсіз тыңдап отырайық. Және осыны бүкіл бойымызбен сезінейік. Қазір әр қайсыңызда арқа тұстарыңыз жылып, бойларыңыз жылып, мына басыңыздағы сақина деп айтамыз ғой, қысып тұрған. Ол енді кей адамдарда бар, кей адамдарда созылмалы түрде болады. Толығыменен шешіліп, бойыңыздағы негативті блоктардан арылып, жаңа дүниеге келген сәбидей тап-таза, санаңыз тап-таза ақ парақтай, бейкүнә сондай таза күйге ендіңіздер. Бүгіннен бастап, дәл қазіргі, дәл осы сағат, осы сәттен бастап, мен тек қана санамда жақсы, оң ақпараттар ғана сақталды. Мен бақыттымын. Мен өзімді өзім жақсы көремін, өзімді өзім бағалай аламын. Мен өзіме ризамын. Менің денсаулығым өте жақсы. Мен сұлумын, әдемімін. Мен сүйкімдімін және сүйіктісімін. Мен баймын. Мен молшылықпен баршылықта, яғни өмір сүріп жатырмын. Ары қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барынша тоқтаусыз өзіңізге жақсы ақпараттарды айтып, орнына толтырсаңыздар болады. Мен озат қызметкермін. Мен жеңімпазбын. Мен ақылдымын. Менің жадым кез келген ақпаратты есінде жақсы сақтайды. Мен кез келген адаммен тіл табысамын. Мен кез келген ортада мен сыйлымын, құрметтімін. Мені кез келген ортада қуана қабылдайды. Міне осындай
өздеріңіздің жүректен шыққан көптеген ақпараттарды айта түссеңіздер болады. Дәл қазір бойыңыздың жеңілдеп, санаңыздағы ақпараттың бәрі жуылып, таза, алтын түстес, жап-жарық, таза сондай бір қуат көзіне айналып кеткенін әрқайсыңыз сездіңіздер.